қаза келетін қараңыздар. Мынандай тууларымыз мінекей 500-дік, 2000-дік баяғы ақшаларымызда бар да. Бірақ мынандай қазіргі сақсы стилінде шыққан ақшада туу жоқ. Не үшін жоқ деп ойлайсыздар? Мен бұны негізі бүкіл зерттеп оқыдым. Негізі бұндай банкноттерге туды міндетті емес салуға, бірақ біздің бұл ұлттық теңгемізбен мінекей осындай сақ стилі көрсетіп тұрады. Көрсеңіздер, міне барсымыз бар, елтаңбалары бар, оюлары бар. Көрсеңіздер, көрдіңіздер ме? Осы міне Қазақстанымыз. Ол аздай мінекей тудың орны мынандай біздің елтаңбасын қойған. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де жеке паникаға нетіп, ойбай біздің ақшамыз туымыз жоқ, не егемендігіміз жоғалтып жатырмыз ба деген әңгімелерді қойыңыздар. Мінекей біздің орнаментмен, бәрімен, оюмен істелінген ақшалар. Көбісі негізі басқа мемлекеттерде тулар нетілмейді, қойылмайды, ақшаларында ту қойылмайды. Көп мемлекеттер туларын салмайды, өйткені ол ақша дегенді білесіздер ғой, қолын кірі дейді, әріп жерде жатады, оны қандай мысалы қолданады деген сияқты. Сол үшін де мұндай туларды бір жағынан қоймағанда дұрыс деп ойлаймын, әріп жерде жатады.